ауданында орталығында Алаш және Қажан Қасан атындағы музейде тұрмын. Өткелде жазбаларында айтқан мына каскыны ағайдың каскы деген өлеңіне байланысты осы каскыны музейге табыс етемін деп. Ағайдың бірнеше фотосын ала келдім. Сосын аталары суреті. Бұл туралы айтып өткен сізге берейін. Ал енді мына каскыны Қайыржан ағамыздың өзінің жаңа өткелде айтып өткендей тесік каскы деп аталатын өлеңіне байланысты ағай енді бұл каскы неге әкелмедіңдер дегеннен кейін менің ойымнан кетпей қойды. Осы себепте мына каскыны ала келдім. Ағайдың бір арманы сол каскыны осында алып келмедіңдер дегеннен кейін музейде болсын деп сол Ленинград жағынан табылған каскы сізге табыс етемін. Надеюсь, орнына сізге қойып. Сол жақтан бірге табыстырған қасықта жаңағыдай тоспасқан, қай уақытқа жататын білмейміз, револьвер жаңағы. Жақсы, рахмет. Сол каска деген өлең специально жүрген нәрсе. Ауылдың келген жаңа аудан тұрғындары, келген қонақтар осы каскыны қарап, өлеңді оқып таныссын деген мақсатпен сіздерге сыйлық атамын. Сізге рахмет болсын. Сізге бір алғыс хат әзірлеп қоямыз. Ғарифолла Құлмағалиев атындағы аудандық мәдени музей, мәдени демалыс орталығы алғыс хат. Құрметті Рафқат Ильжасұлы, сізге Алаш және Қайыржан Қасанов атындағы тарихи өлкетану музейін насихаттап, оның ел арасынан кеңінен танылуына қосып жүрген зор үлесіңіз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Сіздің атқарып жүрген еңбегіңіз өскелең ұрпаққа тарихты танытып, ұлттық құндылықтарды дәріптеуде аса маңызды. Әсіресе музей қорына соғыс жылдарынан қалған тарихи касканы сыйға тартуыңыз өткенге деген құрмет пен елге деген жанашырлық айқын көрінісі. Осындай игі істеріңіз арқылы сіз қоғамға үлгі болып, мәдени мұраның сақталуына үлкен үлес қосып келесіз. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Алдағы уақытта да ел игілігі жолындағы жұмыстарыңызға сәттілік, серік болсын. Құрметпен Таңат Жексенбайдың мәдени орталығы деміз. Жұмысыңыздың жемісін көріңіз. Көп рахмет. Осылай. Мінекей каска енді қара теве музейде болады. Каска деген өлең. Тесік каска.